Жылдам хабарнама. Сәлеметсіздер ме достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк демесін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Қорғаныс ведомствосында әскери қызметшілердің арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметтерін зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері жөніндегі ведомство аралық жұмыс тобы отырысы қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Сұлтан Камалетдиновтың басшылығымен өтті деп хабарлайды бақ.кз. Аталмыш кеңесте бас прокуратура және бас әскери прокуратураның мемлекеттік күзет қызметінің, ұлттық қауіпсіздік комитетінің, қорғаныс істер, ішкі істер, төтенше жағдайлар министрлігінің, шекара қызметінің, ұлттық ұранның, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және қаржы мониторинг агенттігінің өкілдері қатысты. Жұмыс тобы премьер-министр орынбасары қаржы министрі Ерұлан Жамаубаевтың әскери қызметшілерді, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметтерін зейнетақымен қамсыздандыруды жетілдіру жөніндегі тапсырмасы шеңберінде мемлекеттік органдар әсерленген ұсыныстарға қарады. Отырыс соңында осы бағыттағы жұмыстың жалғасатынын айтылды. Ал жұмыс тобы әзірленген ұсыныстарды әбден одан әрі қарай көру үшін үкіметке жіберілетін болды.